Мен бала күнімде естуші едім. Біздің қазақ сартты көрсе, күлуші еді. Енеңді ұрайын, кең қолтық, шүлдіреген тәжік, арқадан үй төбесіне саламын деп, қамыс артқан, бұтадан қорыққан, көз көргенде әка-үка десіп, шығып кетсе қызын боқтасқан. Сарт-сұрт деген осы деп. Ноғайды көрсе, оны да боқтап күлуші еді. Түйеден қорыққан ноғай. Атқа мінсе шаршап, жаяу жүрсе демін алады. Ноғай дегенше, ноқай десеңші, түкке ыңғайы келмейді. Солдат ноғай, қашқын ноғай, башальшық ноғай деп. Орысқа да күлуші еді. Ауылды көрсе шапқан, жаман сасыр басы орыс деп. Орыс ойына келген қылат деген. Не айтса соған нанады. Ұзын құлақты тауып бер депті деп. Сонда мен ойлаушы едім. Ей Құдай-ай, бізден басқа халықтың бәрі ант тұрған жаман келеді екен. Ең тәуір халық біз екенбіз деп. Әлгі айтылмыш сөздерді бір үлкен қызық көріп, қуанып күлуші едім. Енді қарап тұрсам, сарттың екпеген егіні жоқ, шығармаған жемісі жоқ, саудагерінің жүрмеген жері жоқ, қылмаған шеберлігі жоқ. Өзменен өзі әуре болып, біріменен бірі ешбір шақары жауласпайды. Орысқа қарамай тұрғанда қазақтың өлісінің ақиреттігін, тірісінің киімін сол жеткізіп тұрды. Әке балаға қимайтұғын малыңды кірелеп сол айдап кетіп тұрды ғой. Орысқа қараған соңда, орыстың өнерлерін бізден олар көп үйреніп кетті. Үлкен байлар да, үлкен молдалар да, ептілік, қырмызылық, сыпайылық бәрі соларда. Ноғайға қарасам, солдаттыққа да шыдайды, кедейлікке де шыдайды, қазаға да шыдайды. Молда медресе сақтап, дін күтуге де шыдайды. Еңбек қылып, мал табудың да жөнін солар біледі. Салтанат әсем де соларда. Оның малдыларына, құзғын тамағымыз үшін біріміз жалшы, біріміз қош алушымыз. Біздің ең байымызды сәнің шақшаяғын білән пішіратырға қойған идан түгіл шық сазық қазақ деп үйінен қуып шығарады. Оның бәрі бірін-бірі қуып, қорқылмай, шаруа қуып, өнер тауып, мал тауып, зор болғандық әсері. Орысқа айтар сөз де жоқ. Біз құлы, күңі құрлы да жоқпыз. Бағанағы мақтан, бағанағы қуанған, күлген сөздеріміз қайда?